Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, менің есімім Арай. Мен сіздерге LaTeX центр бағдарламалы туралы толық ақпарат беретін боламын. LaTeX ол мәтіндік редактор. Шет ел журналдары және Қазақстан вак журналдарында осы редактор арқылы жазған мақаланы ғана қабылдайды. LaTeX бағдарламасында сурет, таблица және формула қалай жазылады, осының барлығын алдағы уақытта тегін сіздерге көрсететін боламын. Мысалы, келесі біз шет елдің журналына мақаламызды енгізіп көру үшін сол жақтың темплейтін көшіріп алдық. Оған өзіміздің мақаламызды жеке-жеке барлығын салдық. Және де бұл жерде бізде сурет болды, таблица болды, соның барлығын енгіздік. Енді қазір осы суретте PDF формат қалай алынады, соны мен сіздерге көрсететін боламын. Жоғары жақта көріп тұрсаңыздар, LaTeX стрелка PDF деп тұр. Соның жанында төмен қараған стрелка және де лупа белгісін бассаңыздар, сіздерге осы текстің PDF форматын шығарып береді. Тұрғандарыңызда PDF формат бізде пайда болды. Бұл жерде яғни тақырыптың аты, сондай-ақ абстракт, кілт сөздер, таблица және де мынадай суреті барлығы өз ретімен әп-әдемі болып тұра қалады. Қазіргі уақытта журналдарда дәл осы TeX бағдарламасымен ғана қабылдайды. Сондықтан докторантура, магистратурада оқитын студенттер үшін бұл таптырмас мүмкіндік. Келесі видеоларда LaTeX'ті қалай жазуға болады, қате жасамау лайфхактарымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар.